Енді әр адам өзінің шыққан тауын биік болса екен дейді. Тәрбиелеген баласы дана болса екен дейді. Тәрбиелеген қызы керемет бір ханшайым болса екен дейді. Бұл әр ата-ананың көкейіндегі дүние. Бірақ бұл орындалмайтын арман емес. Бұл мүмкін нәрсе да. Пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің қызы Фатиманы қандай қылып тәрбиеледі. Немесе немере інісі Әлиді қандай қылып тәрбиеледі. Сол сияқты әрқайсымызда ұлы мүмкіншіліктер бар. Бірақ уақыт өткізіп алмау керек. Бұл бірінші нәрсе. Ертең тәрбиелеймін, ар күні тәрбиелеймін. Тәрбиелеу деген ол сөзбен болмайды. Тәрбиелеу деген іспен көрсетуден келіп шығады. Сен өзіңді тәрбиелесең, балаңды тәрбиелеп жатырмын деп есепте. Себебі бала айнадан сенің сәулең ғой, шағылысқан. Бала скайнер сияқты. Бала үйдің ішінде жүргенде барлық нәрсені көзімен көңіліне көшіріп жүреді. Егер сен көзінің алдында дана шешімдер қабылдап жатсаң, көзінің алдында сен бір сабырлықтың даналық